Assalomu alaykum. Sалық тарауындағы соңғы өзгерістер ham жаңалықтар хақында таныстырып барушы Салық инфо информациялық бағдарламасы және эфирде. Физикалық һәм юридикалық шахслардан келіп түскен мұражатлар санларда. 2025 жылдың 9 айы давамында Қарақалпақстан Республикасы салық басқармасына физикалық һәм юридикалық шахслардан жәмі 8419 мұражатлар қабыл етілген. Бұл мұражатлардың 4-еуі ауызекі, 161-і жазба, 8080-і электрон һәм 174-і сенім телефонлары арқылы келіп түскен. Олардан 4064-і ұнамлы шешіліп, 31-і тиісілігі бойынша басқа мекемеге жіберілген. 4067-сіне құқи түсініктер берілді, һәм 154-і үйреніп шығылмақта. 103-і өз тасығын таппаған мұражатлар. Әр бір мұражат артында инсан тағдыры бар принципі декарында Қарақалпақстан Республикасы салық қызметі ұйымларына келіп түскен әр бір мұражат ханигелер тарапынан қадағалауға алынған. Бүгінгі күннің ең әхметлі һәм актуал мәселелері хақында мағлұмат беріп барушы сияси ағартушылық сағаты Қарақалпақстан Республикасы салық басқармасында. Сияси ағартушылық сағатына Қарақалпақстан Республикасы салық басқармасы қызметкерлері һәм аймақлық салық инспекциялар қызметкерлері де Zoom платформасы арқылы онлайн қатынасты. Іспілермелік субъекті сатып алынған зат чегі берместен сауда қылса, ямаса қызмет көрсетіп, түсім пұлын кірім етпеді ме? Демек, ол салық төлеуден бас тартпақта. Салық кодексінің 22-ші статьясында товар һәм қызметлер реализация етілгенде, оған чек беру салық төлеушінің мәжбүрияты етіп белгіленген. Тұтынушыға чек бермесе, салық құқық бұзарлығын әмелге асырған болады. Һәм салық кодексінің 221-ші статьясына муафиқ қадағалау касса техникасының ямаса есап кітап терминалларының қолданылуы мәжбүри болғаны халда, оларды қолданбастан сауданы әмелге асырғалы һәм қызметлер көрсеткерлік, сондай-ақ есап кітап терминаллары арқылы төлемлерді қабылдауды бекарлау деп бақыланады. Бұндай жағдайда іспілермелік субъектіне 5 миллион сом, құқықбұзарлық жыл давамында қайта такрарланатығын болса, 10 миллион сом муқдарында жарима салынуға себеп болады. Құрметлі бұқаралар, Өзбекстан Республикасы салық кодексінің тиісілі статьяларына муафиқ тұрақ жай, көшпес мүлк һәм жер участкаларына ие болған бұқаралар мал мүлк һәм жер салықтарын төлеушілер болып есептелінеді. Сондай-ақ мал мүлк һәм жер салықтарын төлеу міндеті етіп, тең үлесте 15 апрель һәм 15 октябрьге шейін бөліп төлеу белгіленген. Төлеу міндетінде төленбеген жағдайда кешіктірілген әр бір күн үшін қосымша пеня есептелінеді. Сондай-ақ мал мүлк һәм жер салығы бойынша салық қарыздарлығы суд ұйымлары арқылы мәжбүри өндірілетұғылығы хақында ескертеміз. Құрметлі бұқаралар, сіздің төлеген әр бір салығыңыз мемлекетіміздің социалық-экономикалық рауажлануына, кем тәмінленген шаңырақларға жәрдем көрсету. Қала берсе, келешегіміз болған перзентлеріміздің бейпыл білім алуына сарпланады. Солай екен, мал-мүлк һәм жер салықтарын төлеуге асық. Сіздерге жеткермекші болған салық тарауындағы соңғы өзгерістер һәм жаңалықтар міне осылардан ібарат еді. Қош, сау, саламат болың.